Біз балаларды алғыс айтуға мәжбүрлей аламыз, бірақ олардың ризашылық сезімін туғыза алмаймыз. Біз балаларға ойыншықтарын бөлісуге мәжбүрлей аламыз, бірақ оларды жомарт болуға мәжбүрлей алмаймыз. Біз балаларды кешірім сұрауға мәжбүрлей аламыз, бірақ оларға эмпатия немесе өкініш сезімін туғыза алмаймыз. Егер біз балаларға ризашылық, жомарттық, эмпатияны дамытуға көмектескіміз келсе, біздің ең жақсы көмегіміз оларға үлгі болу, алғыс айту, жомарттық таныту және бір-бірімізге жанашырлықпен жауап беру арқылы. Бала кезіңізде кешірім сұрауға мәжбүр болдыңыз ба? Ал өкінген кезіңізше? Алғыс айту, жомарттық, жанашырлық тек табиғи берілгенде ғана бойға сіңеді. Мәжбүрлесеңіз, бала оған еш иланбайды. Джеймс Болдуин айтқандай, балалар ешқашан үлкендерді тыңдауға шебер болған емес, бірақ олар ешқашан оларға еліктеуді тоқтатпаған. Біз олар қаламаған сөздерді айтуға итермелегеннің орнына, келесі сөздерді айту арқылы айналамызды балалар ризашылық, жомарттық, мейірімділікпен өсетін орынға айналдыра аламыз. Менімен бірге уақыт өткізгенің үшін рахмет. Мен сенің көмектескенің үшін қуаныштымын. Тоңдың ба, менің жылы орамалымды алғың келе ме? Бағана айғайлағаным үшін кешір, мен енді ұрыспай жұмсақ болғым келеді. Мен затыңды лақтырып тастағаным үшін өкінемін. Оның сен үшін қаншалықты маңызды екенін енді білдім. Ата-аналарға арналған бұл канал бала психологиясы мен денсаулығы, тәрбиесі жайында көптеген ақпараттарды сіздерге ұсынатын болады. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, лайк басып, ұнаса достарыңызбен бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Бұл менің каналымның дамуына сіздердің қосқан ең үлкен көмектеріңіз.